Сәлем достар, біз бүгін пышны бауырсақтарымен қоса сіздермен бірге пирог әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге май керек болады. Майдың үстіне жаңағы ыстық суымызды құямыз. Содан кейін дрожжымызды осылайша ерітіп көтерілуге қойып қоямыз. Содан кейін дрожжды қосқан соң қант себетін боламыз. Дрожж көтеру үшін қапағын жауып қоятын боламыз. Ал енді бізді көтерілді. Оның үстіне тұз себеміз. Және сүт құямыз. Ал осының барлығын қосқаннан кейін ұнымызды қосамыз. Барлығын осылай араластырып аламыз, қамыр шығуы тиіс. Біздің қамырымыз көтеру үшін оны үстіне салфанмен жауып, крышкасын жауып қоямыз. Көтеріп болған қамырымызды екіге бөлеміз, содан соң бір бөлігін алып, оны илейтін боламыз. Ал енді біздің бауырсақтарымыз дөңгелек формада болады, сол себептен осындай формадағы стаканды алып, қамыр бойынша осылайша формасын келтіреміз. Осының барлығын істеп болғаннан кейін дайын болған қамырымызды, яғни бауырсағымызды пісіретін боламыз майға. Осындай пышны болу керек. Ал достар, біздің пышынды әрі әдемі, әрі дәмді бауырсағымыз дайын болды. 5-ші айына жеуге таптырмас бауырсақ. Ал енді бауырсақпен тағы да шай ішуге біз пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа керек болады. 3-4 жұмыртқа керек. Содан кейін көз мөлшерімен қант себеміз. Осының барлығын миксерлейтін боламыз. Осындай көпіршіктермен болып шығу керек. Ақ болып. Соның үстіне сұйық май қоятын боламыз. Содан кейін көз мөлшерімен тағы да ұн себеміз. Аз-азан. Солайша соның үстіне біз айран қосатын боламыз. Содан кейін тағы да миксерлейтін боламыз. Осындай қоюламасы шығу керек. Ал енді осындай форма аламыз. Содан кейін осының барлығын бірінші майлап аламыз. Содан кейін үстіне әдемілеп жайғастыратын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сол себептен өздеріңіз қараңыздар. Ал біз 180 градус 40 минутқа қойдық. Мінекей осындай әп-әдемі болып шықты.